Құрметті тыңдарман, 90 сөз подкастының кезекті шығарылымын бастаймыз. Студияда мен Назерке Сапарбек. Бүгін біз қаламыздың дамуы, экономикадағы өзекті мәселелер және болашақ жоспарлар жайлы ашық сөйлесетін боламыз. Бүгінгі біздің студия қонағы Сәтпаев қаласы әкімінің экономика саласы бойынша жауапты орынбасары Ерлан Серікұлы Орманов. Ерлан Серікұлы, эфирімізге қош келдіңіз. Рахмет, қайырлы күн. Ерлан Серікұлы, бүгінгі біздің мақсатымыз ресми есеп емес, нақты тұрғындар қызығатын, күнделікті өмірде сезінетін сұрақтардың жауабын алу. Яғни жоспар, сан және нәтижелер арасындағы байланысты түсіндіру болып табылады. Ең алғашқы сұрақ, қарапайым сұрақ қойып көрейін. Біздің тұрғындар, тыңдармандарымыз түсіну үшін қала бюджеті деген не және ол қалай қалыптасады, оны қайда жұмсаймыз? Назерке, рахмет сұрағыңызға. Қала бюджеті дегеніміз, бұл біздің қарапайым сөзбен айтқан кезде қаражаты, қаламыздың ол енді қаржылай қоры ғой, бюджетіміз. Ол қайдан құралады десеңіз, біздің қаламызға тіркелген салық төлеушілердің салық есебінен түсетін қаражат сол бюджеттен құралады. Және де бізге нысаналы трансферттер болады, жаңа мемлекеттің президентіміздің жаңағы бағдарламалары болады, арнайы мысалы моноқалаларды дамыту бойынша деген сияқты, немесе жаңа инфрақұрылымды дамыту бойынша сондай жобалар болады. Сол жобалардың негізінде трансферттермен біздің бюджетіміздің кіріс жағы ұлғаяды. Жалпы осы. Ал қаланың бюджеті туралы қанша екенін нақты айта аламыз ба? Қазіргі 2020 жыл 11 айындағы біздің кіріс жағымыз 13 миллиард жобасында, ол былтырғы жылмен салыстырғанда шамамен 13%-ға жоғары. Былтырғы жыл біз 11 миллиардқа жуық сондай қаражат болған осы уақытқа дейін. Ол енді оның қазір өсіп отырған себебі біздің қаламызға үлкен 4 кәсіпорынның біздің мекенжайда орналасқандығы және олардың жалпы юридический мекенжайлары, заңды мекенжайлары осы біздің Сәтпаев қаласында тіркелгендіктен, бұл енді біздің Сәтпаев қаласының әкімінің жаңағы кірісуімен, қолдауымен жасалып жатыр, облыс басшылықтарының қолдауымен. Осы біздің қаламыздың кіріс жағы, енді нақты айтқан кезде бюджетіміз өсіп отыр. Ал енді біздің бюджет деп айтамыз ғой. Сол кезде 13 миллиард деп айтып жатырсыз. Осы жылы 25 жылы өсті бюджет. Жалпы біздің бюджетті үлкен деп айтуға бола ма? Қазір тұрғындар 13 миллиард дегенді естіген кезде 13 миллиардтың бәрі қайда кетіп жатыр деп ой туындауы мүмкін. Бұл бюджет біздің басқа қалалармен салыстырғанда көп пе, әлде аз ба? Бұл бюджет енді мен қазір біз қарапайым сөзбен айтатын болсам, бұл көп деп айта алмаймын. Себебі біздің қаламызда 70 мыңға тарта халық тұрады. Енді бұл бюджет біздің негізі барлық толық қажеттілігімізді жабады деп айта алмаймын. Және басқа қалаларда енді қанша екенін цифрмен айтпай-ақ қояйын. Салыстырғанда біздікі енді басқа қалалармен осы біздің облысымыздағы біреуінен ілгері болса, біреуінен әлдеқайда аздау болады. Ал қала бюджетінің жұмсалу тиімділігі қалай бағаланады? Мысалы, бір көрсеткіштерге қарап, бұл жұмыс сәтті орындалды деп қалай байқауға болады бұны? Енді оны тиімді орындалған кезде біз енді әлеуметтік бірінші төлемдер бар, және де біздің қаламыздың 70%-ға жуығы коммуналдық блокқа кетеді. Ол біздің жаңағы қаламыздың тұрғындарының жаңағы өмір сүруіне қажетті керек жаңағы, қалай айтсам екен, жылу, су, жаңа электр желілерін, жолдарды күтіп ұстау, солар жөндеу сол саласына кетеді. Ал қала бюджетін жоспарлау кезінде тұрғындардың бір ұсыныстары, пікірлері ескеріледі ме? Әрине ескеріледі. Бізде бюджет народный участие деген бағдарлама бар. Халық қатысатын бюджет деп айтуға болады. Ол жерде халық өздері бір мысалға двордың бір ауланың тұрғындары келіп бізге өтініш жасайды. Ол арнайы өзі жарияланады әлеуметтік желіде, барлық жерлерде. Сосын біз соны қоғамдық кеңеспен және бюджеттің комиссиямен қарап отырып, бюджеттік өтінімдерін қабылдап, сол биылғы жылы бізде бір аула
абаттандыру жұмыстары сол халық қатысқан бюджетпен жүзеге асырылды. Енді бюджет тақырыбынан алыстамай мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Егер де біздің бюджет үлкен болса және толықтай сол бюджетке сіз жауап беретін болсаңыз, ең алғашқы бір жұмсайтын жобаларыңыз қандай болатын еді? Біздің қалаға осы керек еді, мына осы барлық қаражатты осыған жұмсайық дейтін. Енді мен өзім жеке ойымды сұрап отырсыз ғой, сонда. Жеке ойым енді біздің қалада бізден жылу желілері, су желілері қазіргі таңда 70%-ға тозу деңгейі жетіп тұр. Сондықтан жылу деңгейін біріншіден айтсам, көп қой ондай мәселе. Жол, біздің қаламыз биыл енді ішкі жолдардың ағымдағы жөндеу, орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай жұмыстарға жұмсайтын едік. Және де қаламыздың келбетін жақсарту бойынша жаңағы үйлердің сыртын қасбетін жаңарту, модернизация дейміз. Сондай басым сол уақыттарға жұмсар едік, енді коммуналдық шығындарға. Жұмсар едіңіздер. Коммуналдық шығындарға. Жақсы. Енді мен әлеуметтік желіні жүргізгеннен кейін әрбір пост салған кезде абаттандыру саласы болсын, сол кезде тұрғындардан мынандай сауалдар келіп жатады. Жай ғана бір мысал ретінде балалар алаңын алайық. Бір балалар алаңын орнатамыз, неге біздікі онша емес дегендей, неге Астанадағындай салмайсыздар деп. Мұның барлығы бюджетке байланысты ма? Жоқ, ол бюджетке байланысты емес. Өзі арнайы бір жұмыс жасар алдында смета және есептеу жұмыстар жүргізіледі. Және де біз арнайы мемлекеттік сатып алу порталына саламыз. Оны Қазақстан кез келген жерінен алып, бір мердігер ұтып алып өзінің жұмысын жасайды. Енді оның мердігердің жұмыстары біз әкімшілік тарапынан қадағалаймыз. Ол жаңағы смета бойынша барлық салынған дүниелердің барлық салыну керек және оның сапасын да қараймыз. Өкінішке орай арасында жаңағы өзін сапаға мән бермейтін мердігерлер де кездесіп жатады. Біз олармен енді жаңағы уақытының шегеріп жатқан кезде жаңағы неустойка қоямыз суммасына, және де толық нелерін орындамаған жағдайда біз оларды жаңағы қара тізімге енгіземіз. Жаңағы недобросовестный поставщиктар дейді, олар келесі жолы осындай ешқандай жұмыстар қатыса алмайды. Енді ол бәрін не деп айтуға болмайды. Бізде жақсы, сапасы да жақсы. Астана, үлкен қалаларымыздағыдай жақсы бір балалардың ойын алаңдардағы, футбол алаңдары да салынып жатыр. Енді ол бір ақ жақты қарауға болады деп мен айта алмаймын. Мердігерлердің тарапынан да бар кемшіліктер. Ол біздің жаңағы тұрғындардың да тарапынан болады. Жаңағы салып қойған дүниені мүмкін бір аз уақыттың ішінде бір сындыру фактілері де орын алып жатады. Біз камерада қойып жатырмыз, полициямен де жұмыс, түсіндірмеде жұмыстарын жүргіземіз. Сондай жағдай енді оларға бір ақ жақты қарауға болмайды, барлығында кінәсі болады. Ол сонда біздің балалар алаңының ойын элементтерінің аз орналасуы, бұның барлығы бюджетке қарамайды, стандартты түрде. Стандартты түрде өзі арнайы өзі стандарт, өзі шекара несі бар ғой, ауқымы, объемы бар, сол бойынша салынады. Ол сосын сол ауланың территориясына да байланысты. Ол жерде жаңағы үлкен балалар ойын алаңын орнатуға болады ма, жаңағы элементтерді көбірек орнатуға болады ма, соған да байланысты болады. Жақсы, Ерлан Серікұлы, рахмет. Енді мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Біздің Сәтпаев қаласы моноқала деп айтамыз. Енді жасыратыны жоқ, алпауыт компанияға тәуелдіміз деп айтуға бола ма? Қала құраушы компания. Енді осы компанияға біз қазір тәуелдіміз, бірақ соған қарамастан қазіргі уақытта бізде индустриалдық аймақ бой көтеріп жатыр. Жұмыстар қарқынды жүріп жатқан сияқты. Сол индустриалдық аймаққа инвесторларды тарту мәселесі қалай болып жатыр? Индустриалдық аймаққа бізге қазір инвесторлар тарту бізде қызу түрде жүріп жатыр. Үнемі ол жалғаса береді. Бұл жұмысты біз тоқтатпаймыз да, бізде қазіргі таңда бір потенциальный инвесторлар бар деп те айтсақ болады. Индустриалдық аймақ республикалық маңызды біздің облыста алғаш рет Сәтпаев қаласында ашуға шешім қабылданған. Қазіргі таңда оның инженерлік инфраструктурасын тартуға биылғы жылға қаражат бөлініп, қазіргі осы жылдың аяғына дейін су құбырын тартып жұмыстарын аяқтайды. Келесі жылы ол жерде біз жаңағы электр желілерін, жаңағы кәріз, жылумен қамтамасыз ету үшін ары қарай жұмыстарды жалғастырамыз. Бізде оған уже
неміз бар, белгіленген мердігер бар. Енді ол жерде мен біз осы қала қараушы компаниялардан осыларға біз енді не болып отырық қой, қалай айтсақ, тәуелді болып отырмыз. Осы тәуелділіктен бізге шығуға осы индустриялық аймақтың маңызы өте зор деп өзім ойлаймын. Себебі ол жерге ертең кішігірім заводтардан бастап үлкен заводтарға дейін ашуға біздің инвесторларды тартамыз. Және де ол жерде оны ашудың басты бір мақсаты осы тәуелділіктен арылу және жаңа жұмыс орындарын ашу, және де біздің экономикамызды әртараптандыру, ішкі біздің өзімізіне шығатын тауар айналымын ұлғайту есептеледі. Және де ол жерде жаңа заводтар ашылып жатса, енді айтарлықтай уже үстінен бізге жаңа салық түсімдері болады. Салық түскеннен кейін енді айтпай-ақ уже бюджетімізді ұлғая беретін болады. Бюджет ұлғайса, бізде қаламызда жаңағы мәселелерді шешу бойынша біраз жұмыстар атқаруға бізге мүмкіндік туады деген ойдамын. Біздің қаламызға инвесторлар келеді, келмейді емес, себебі біздің 9 жолдың торабы дейміз ғой. Қазір енді Қызылорда Жезқазған жолының құрылысы биыл басталып жатыр. Қостанай Арқалық жолда о жақта құрылыс жұмыстары жүргізіп жатыр. Сондықтан бізде Сәтбаев қаласы Қазақстан кіндігінде орналасқан, орталық Қазақстанда. Сондықтан инвесторлар келеді, оған біз ешқандай күмәнданбауымыз керек. Ерлан Серікұлы, мен қателеспесем, сіз осы қызметке келгеніңізге 1 жыл болды. Толық болды ма 1 жыл? Жоқ, 1 жыл болған жоқ. Наурыз айында болды. Наурыз айында болады. Енді осы 25 жылдың енді ортасынан бастап келдіңіз ғой. Қазір жылдың соңына келе жатыр, жылды қорытындылап жатырмыз. Сіз қызмет етіп жатқан осы айдың ішінде қанша инвестор бізге келді қалаға? Нақты сан қазір менің есімде жоқ. Келген ба или келісім жүргізіп меморандум отырғандар ма? Нақты жұмыс жасап жатқандар туралы айтсақ. Бізде енді нақты жұмыс жасап жатқандар, бізде мезгілдер күштері бар ғой. Жылына 100 мегаватт электр қуатын өндіретін жел электр станциясы қосылды. Қазіргі таңда нақты инвесторларды айтатын болсақ, ол өзіміздің ішкі осы Сәтбаев қаласының жергілікті кәсіпкерлері, инвесторлар деп айтуға болады. Өйткені инвестициялық жобаға олар өздерінің ұсынымдарын ұсынып отыр. Және де бір 10 шақты, 10-нан кем емес, Қытай Халық Республикасының инвесторлармен кездесу жүргізіп, біз қазіргі мәселелерді талқылап жатырмыз. Енді инвестиция ол шетел азаматтарынан ғана салынып жатқан инвестицияны біз есептемейміз ғой. Өйткені жергілікті біздің өзіміздің 10-нан аса шағын және орта бизнес өкілдері өздерінің инвестицияларын салып, біздің қаламыздың дамуына өздерінің үлестерін қосып жатыр, және де өздерінің кәсіптерін дамытып жатыр. Оны тоқталып өтетін болсам, тойхана, дүкендер, кафе, ресторандар, және де автосервис қызмет көрсету орталықтары, біздің қаламызда үлкен мысалға айтатын болсам, 300 миллион жуық қаражатында бізде осы Ұлытау облысының өзінің тумасы Қарағандыда жүрген, бізде қазір үлкен баня орталығын ашты. Общий баня дейміз. Сол сияқты жұмыстар жүріп жатыр қазіргі таңда. Бұл инвестиция туралы айтып жатқаным, қазіргі таңда елімізде инвестиция тарту мәселесі өте жоғары деңгейде талқыланып жатыр. Бұл күн тәртібінен түспей жатқан сұрақтардың бірі. Енді жалпы осы инвесторларды тартуда қандай қиындықтар бар? Бізде енді қазір бірінші жол мәселесі, логистика деген бұл. Келетін инвесторларға, сырттан келетін инвесторларға айтатын болсам, логистика. Бізде қазір айтып отырмын ғой, Қызылорда, Павлодар, Жезқазған, Қарағанды жолы басталса, соны біздің келген инвесторлардың бізге айтатын бір сындар сол жол мәселесін айтады. Және де бізде қазір Сәтбаев қаласында жер телімі бізде тапшы. Жер телімі бір айтарлықтай бір үлкен территорияны біз алып жатқан жоқпыз. Сәтбаев қаласы сондай бір қиындықтар бар. Ал енді су тарту бойынша, электр қуаттылығы бойынша ондай бізде мәселелер жоқ қазіргі таңда. Ондай мәселе жоқ.
Жақсы, енді әлеуметтік желіде мынандай сұрақтар туындайды да. Жаңа әкімнің орынбасары, қала әкімнің орынбасары деп саламыз ғой, сол кезде айтады, неге әкімде орынбасарлар көп деп. Енді оны біз түсінеміз, жаңағы экономикаға, абаттандыруға және әлеуметтік салаға жауап беретін 3 орынбасары болады деп. Сіздің бағыттарыңыз туралы толық айтып өтсеңіз, экономикадан. Мен енді қала әкімі экономика саласындағы орынбасар есептелемін. Оған ішіне тарататын болсам, экономика және қаржы, одан кейін кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі, және жер қатынастары және қала құрылысы бөлімдері жатады. Және де біз енді осы тікелей әкімшілікке бағынбайтын қазынашылық органымен, кірістер басқармасымен жұмыстар жасаймыз. Экономика саласы болғаннан кейін енді кез келген салаға біз енді қатысымыз бар. Бұны сұрап отқаным, қазір сіз айттыңыз, жер қатынастарына жауап береміз. Бізде заңсыз жерді иеленіп алу фактілері бар. Ол мынау біздің жаңағы әкімдіктің жанындағы орталық алаңда жазды күндері кәсіпкерлер өздерінің жаңағы кішкентай көліктерін, батуттарды қойып жатады. Бұл әкімдіктің жері деп айтады, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің. Бірақ біздің кәсіпкерлер ол жерде заңсыз тұрады. Сол заңсыз жерді иеленіп алған кәсіпкерлермен қандай жұмыстар жасалып жатыр? Ол жерде енді барлығы емес, бұл түгел барлығын айтуға болмайды. Бірақ заңсыз басып алып отырған кәсіпкерлер бар. Олар бойынша нақты қандай жұмыстар деп айтатын болсам, қазіргі таңда бізде жаңа департамент управление земельными ресурсами дейді. Сол жерге біз жер бөлімі арқылы акт толтырып, сол кісілерге хатпен шығамыз. Ол кісілер жаңа жерді қазіргі таңда самозахват заңсыз пайдаланып отыр. Ол жерде ол жерді ғана басып алып отқан жоқ, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып отыр. Біз сол жаңағы жер жұмыстарын басқару департаментіне және де сотқа талап арыз жолдадық олар туралы. Және де биылғы таңда бір солай самозахватпен бізде бір 4 жаңа дүңгіршек дейміз, киосклар дейміз, қазір оларды біз иелеріне хабарласып, өзара келісіммен оларды алғызып тастадық. Алып жатыр, ондай алып жатыр, Ал енді болашақта кәсіпкерлер жерді заңсыз иеленбес үшін қандай шаралар қолдануға болады? Жалпы кәсіпкерлерге қандай бір көмек көрсетуге болады? Мүмкін олар да шығып өздерінің бір пайда көргісі келетін шығар, салық төлегісі келетін шығар кәсіпкерлер. Енді бізде қазір Сәтпаев қаласында жаңа жер телімі, кәсіпкерлік нысанында жер телімі болған жағдайда біз тек қана оны біз аукцион арқылы береміз. Аукцион арқылы өздері қатысады, арнайы порталмен. Сосын өздері сол жерді сатып алып, өздерінің кәсіптерін ары қарай дамытуға болады. Немесе бір кез келген тоқтап қалған кәсіпкерлік нысандары бар, солардан сатып алуға болады. Біз босаған сайын жерлердің барлығын босаған бетте біз соны аукционға шығарамыз да, аукцион арқылы жерлерді береміз. Және де биыл біз 825 осы қаламыздың төменгі жағында орналасқан гараждар бар. Соларға инвентаризация жүргізіп, біз жаңа сотқа талап арыз бердік. Ол жерлер жаңа иесіз мүлік ретінде танып, акиматтың жаңа әкімшіліктің балансына беріп. Және ол жерде өздеріңіз көргенде шығарсыз, қаланың бір жағының келбетін де бұзып тұр олар, ол гараждар. Және де бір қаланың бір жақсы бір жерлерінде олар жерді былай айтқанда жай алып жатыр да, біз сол жерлердің барлығын босатып, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі арқылы сносқа бұзуға беріп, сол жерлерді болашақта біз кәсіпкерлік нысандарға болсын, қаламыздың дамуына қандай қажетті арнайы жаңа бекітілген геймпланмен жаңа ПДП арқылы сол жерлерге өзіміздің жоспарларымызды жүргізбек ойымыз бар. Мынандай сұрақ болып жатыр, жаңа кәсіпкерлік туралы айтып жатырмыз ғой. 2022 жылы, шатаспасам, біздің Сәтпаев қаласы кәсіпкерлікті енгізудегі ең үздік аудан болып саналған. Президент қолынан марапатталған. Осындай жетістікті Сәтпаев қаласы тағы да қайталай ала ма? Тағы да сондай марапат алуымыз мүмкін бе? Әрине қайталай алады. Біз былтырғы жылы моноқалаларға даму қоры арқылы ол жерде 5%-бен 6%-бен несие берді, жеңілдетілген несие. Соның негізінде Сәтпаев бізде Ұлытау облысы бойынша сол несиенің тұтынушылар саны ең көп, және де ол не деп айтамыз, бізде шағын және орта кәсіпкерлік нысандары сол жаңа жеңілдіктің әсерінен көбірек бізде былтыр жұмыстар атқарылды. Биылда ол жұмыстар мысалға моноқала
статусында қалғанымен, бірақ даму қорының проценттік ставкалары олардың жоғарылады. Соған қарамастан біздің Сәтбаевта кәсіпкерлік бұдан бері ары қарай тоқтап қалады деп айта алмаймын, себебі біздің қаламыздың орташа айлық есебі бір 700 мыңның шамасында. Бұл енді елімізге орташа алатын болсақ, барлық өңірлермен салыстырған кезде бұл өте жоғары жалақы. Біздің өйткені жаңа өздерін сатып алу нелері, мүмкіндіктер өте көп. Сондықтан біздің қалада кәсіпкерлік жақсы дамиды. Тез көтеріліп кетуге ондай мүмкіндіктер бар. Иә. Біз тағы да сондай марапат алуымыз әбден мүмкін. Әбден мүмкін, иә. Жалпы кәсіпкерлерге бізде қандай қолдаулар бар? Кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан көптеген қолдаулар бар, және де оған мемлекеттің арнайы бағдарламалары және қаржы ұйымдары бар. Қайсы ауыл шаруашылық саласы бойынша, кәсіпкерлік саласы бойынша да жаңа айтып өттім, даму қолдау қоры, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры, Казагрофинанс, әлеуметтік СПК біздің арқылы 2,5% бойынша 2,5%-ға өздерінің несиелерін беріп жатыр. Ауыл аманаты біздің Сәтбаев қаласы жатпайды, сонда да ол әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жеңілдетілген несие алуға болады кәсіпкерлігін ары қарай дамытуға. Сол сияқты көптеген бағдарламалар бар. Жаңағы енді дамуымен біз екінші деңгейлі банктер арқылы жұмыс жасайды даму қоры. Ал енді қаржылай ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры, ол жерде 6%-бен ол жерде үстіндегі процент ставкасы мемлекеттен субсидияланады. Сондықтан қазір енді істеймін деген адамға жағдайының барлығы бар деп айтуға болады. Енді біздің қаламыз өндірістік қала, кеншілер қаласы деп жиі айтамыз. Жалпы осы өндірістік қаладан кәсіпкерлік дамығанымен бізде ауыл шаруашылығы дамымаған. Осы ауыл шаруашылығын дамыту үшін қандай жұмыстар жасауға болатын еді? Жай ғана мысал ретінде алатын болсақ, өндірісі жоқ, оңтүстік аумақ, Қызылорда, Шымкент жақтарда ауыл шаруашылығы жақсы дамыған. Олар бізге алып келіп сатады өздерінің өнімдерін. Неге біздің Сәтбаевта осы ауыл шаруашылығын дамытып, өз өнімімізді өзіміз неге қолданбаймыз? Иә, ол да бір жақсы бағыт ауыл шаруашылығы. Келесі жылы осы сіздің айтып отырғаныңызбен Исмаил шаруа қожалығының біздің Сәтбаев қаласында 300 гектардай жерге картоп егіп, ол өзіміздің ішкі өнімді арттыруға сондай жобамыз бар. Енді ол кісілер қазіргі таңда СПК деп айтып отырмыз, ол кісілер өздерінің жобаларын ұсынып қойды. Егер келесі жылы қаржыландыру болатын болса, ол жұмыс ары қарай жүзеге асатын болады. Сол сияқты бізде мысалға ауыл шаруашылық бізде шаруа қожалықтары бар. Біз осы жылдың басынан бастап сол қаржы ұйымдарын біздің Сәтбаев қаласына бірнеше мәрте шақырдық, семинарлар өткіздік және өздерінің бағдарламаларын түсіндірді біздің шаруа қожалықтарына, кәсіпкерлерге, және де өздері аралап шықты. Біздің ауыл шаруашылық бөлімі мамандары арнайы ашылған чаттармен хабарламаларын, брошюраларын таратты. Соның негізінде біздің ауыл шаруашылық техникаларын жаңаруда өз байқауға болады. Енді бізде Сәтбаев қаласы маңында шақты карьерлер көп орналасқан ғой. Жер көлемі өте аз. Бізде мысалы 55 мың гектардай ғана шамасында ауыл шаруашылық мақсатындағы жер бар. Ал енді басқа біз аудандар ауылдық округтың өзін салыстыратын болсақ, 1 миллион гектарға дейін өздерінің ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер бар. Сондықтан жер көлемі бізде ықшам болғаннан кейін енді өзінің әлеуетін ары қарай қатты бір серпінмен дамып кете алмай отыр да, сондай бір себептері бар. Ал ол жерді ұлғайта алмаймыз деп. Енді біздің шекарамыз, мына жағымызда Ұлытау ауданы, Жезқазған қаласы, шекарамыздың барлығы айналып жабық. Енді сұхбатқа дайындалар алдында сіздің салаңызды біраз зерттеп көрдім, әлеуметтік желіні ашып көрдік. Қазір бұл сұрақты қоймасам ұят болатын шығар. Бағалар. Біздің қаладағы әлеуметтік желіге көп келеді. Баға қадағаланбай, мысалы сөреде тұрған бағалар басқаша, кассаға келген кезде басқа баға болады деген. Осымен қандай жұмыстар жасалады? Бізде апта сайын мониторинг жүргіземіз. Біз енді бағаны тұрақтандыруға әсер ететініміз СЗП дейді, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларына ғана біз мониторинг жүргіземіз. Және басқа азық-түліктер түрлеріне біз түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ал егер
әлеуметтік маңызы бар азық түлік бағасын 15%-дан асырған жағдайда бізде жаңа департамент торговли бар. Солар өздері келіп арнайы жаңа айыппұлдар салынады. Бізде қазір жылдың басынан бастап 74-80-ге жуық кәсіпкерге айыппұл салынды. Бүгінгі күні. Ал айыппұлдың бағасы қанша? Енді айыппұлдың бағасы қазір енді нақты есімде жоқ. Ол енді бір рет салынса, және ол қайталана салынса, ол жаңағы айыппұлдың көлемдері ұлғайып отырады. Ол содан кейін біз депутаттармен, қоғамдық кеңестермен бірігіп, және арнайы мониторинг топтары бар. Солар арқылы біз азық-түлік магазиндерін, дүкендерін апта сайын мониторинг жүргізіп, түсіндірме жұмыстарын ол қалыптасқан түрде ол жүріп отырады. Енді нарық болғаннан кейін, сауда жүргеннен кейін ол кісілерде ондай фактілер де орын алып отырады. Біз әлеуметтік желіге де өздеріңіз көрдіңіздер, біз шығарған жаңағы тауардың бағасын өсірген дүкендерді біз шығардық. Міне осындай азық-түлік дүкені осындай жаңағы тауар өнімінен осыншама пайыз үстеме қосып сатқан үшін біз айыппұл салындық. Біз және қайтадан тексеріп, соны түсіндірме халыққа да көрсеттік, оны қандай дүкендер екенін, қандай азық-түлік түрлері екенін үнемі бақылауда отырады. Және де бағаны тұрақтандыру бойынша бізде тұрақтандыру қорынан ЖСПК арқылы жаңағы өздері арнайы жаңағы мысалы көп тұтынатын картоп, жуа өнімдерін біз тұрақтандыру бағасынан алып, үлкен біздің дүкендерге, мысалы оптовый дейміз ғой, жаңағы сататын, осы дүкендерімізге беріп, осы дүкендерде тұрақтандырып бағаны қатты көтермеуге сондай жұмыстар атқарамыз. Ал жаңағы сөреде басқа баға, кассада басқа баға деген бойынша? Енді сөреде басқа баға, ол кісі сөредегі баға, ол кез келген тауардың бағасы жазылып тұру керек. Бірінші қазақша тілінде, сосын ресми тілде жазып қойылған болады. Сол бағамен барып кассаға төлеген кезде ол кісіні төлеу керек. Сондай құқығы бар, өзінің құқығын солай пайдалану. Сол бағаны төлеуге. Сол бағаны төлеу керек. Ал егер бағаны ауыстырып үлгермедік, бұл қымбаттап келген тауарды қойып үлгермедік дейтін болса? Таңертең жұмысқа келгенде қазір кейінгі бағамен, нарықтың бағасымен ұстап, сосын барып тұтынушыларға ашу керек деп ойлаймын. Естіген енді таңертең бір баға, обедте бір баға, кешке бір баға ұстап отырған енді дұрыс емес. Сонда тұрғындар жаңағы сөреден алатын кезде суретке түсіріп алып, сосын кассаға келген кезде қымбат болса, сол жаңағы сөредегі бағамен алуға құқылы. Құқылы, және де біз жәрмеңкеге кіре берісіне стенд бар. Стендқа біз сол жаңағы азық-түліктердің бағаларын жазып қоямыз. Біз белгіленген баға, ол нарықтың бағасы, және де сол бағаны кіре берісінде жәрмеңкеге кіргенде көріп, сол бағамен сатып алуларына болады. Егер ондай бағадан қымбатқа сатып жатқан фактілер болып жатса, біз жаңағы полиция шақырып, өйткені ол жерден әкімшілік хаттама толтырамыз, мәжбүр боламыз. Жақсы, рахмет. Енді мынандай сұраққа кезек берсек, алдағы 3-5 жылда қала экономикасын дамытуда басты басымдықтар қандай болмақ? Қала экономикасын дамыту жаңа біздің енді қаламызға салық төлеушілердің көлемін ұлғайтуымыз керек. Экономиканың жаңа кәсіпорындар ашуға жұмыс жасауымыз керек. Индустриальный зонаны ашқаннан кейін онымен тоқтап қоймай, оның үшін жаңа зауыттармен біздің ішкі өнімді бірінші қамтамасыз ететін, және де одан да экспортқа шығаратындай үлкен кәсіпорындар ашылып жатса, біздің экономикамыз өседі деп ойлаймын. Және онымен қатар біз шағын орта бизнестерді әрқашан қолдауымыз керек. Барлық мемлекеттік бағдарламаларды сол кісілерге жеткізіп, соны пайдалана біліп, соны мемлекеттің жеңілдігімен пайдаланып, өздерінің кәсіптерін дамытуға сондай жұмыстарды атқаруымыз керекпіз. Ал егер қала экономикасын бір ғана сөзбен сипаттайтын болсаңыз, ол қандай сөз болар еді? Қала экономика деген енді ол ауқымды бір термин ғой. Экономика дегеніміз барлық жағынан, тек қана қаржы жағына ғана қатысты емес, әлеуметтік экономика деп айтады. Біздің халқымыздың экономикасын дамыды деп, халқымыздың жаңағы тұрмыс жағдайы артуы, қаламыздың инфраструктурасының артуы, қаламыздың келбетінің артуы, осының барлығы біздің экономиканың дамуы деп айта аламын. Ерлан Серікұлы, сіздің мамандығыңыз бойынша сіз экономистсіз ба? Мен мамандығым бойынша бірінші заңгер, одан кейін экономика саласын құқықтық реттеу. Енді мынау біздің
шығарылымызды қорытындылайтын уақыт келіп қалды. Сізден тұрғындар тарапына бір кеңес болса, қала тұрғындарына, экономист ретінде қандай кеңес беретін едіңіз? Қаржылық сауаттылық деген бар ғой. Қазір жаңағы кредит алу, несие алу деген бізге көп болады. Осының бәрін бір алдын алу үшін қандай кеңес беретін едіңіз? Енді несие алу бойынша, не болмаса жаңа кәсіппен айналысу бойынша біз арнайы мамандар, спикерлар шақырып, көптеген форумдар, жексенбілік мектептер, кәсіпкер тарап сол уақыттан арнайы жаңа спикерлердің несімен көмегімен. Ал енді өзім жеке айтатын болсам, енді адам енді өзінің қаржысына өзі ие болу керек деп ойлаймын. Ай сайын қаржысын жоспарлап, сол жоспармен өмір сүріп, және алға қарай мақсат қойып дамып отырса, қаржысын тиімді пайдаланады деп ойлаймын. Ал андай бір курстарға бару, қаржылық сауаттылықты арттыру деген курстарға бару? Әрине, ол өзінің сауатын, жаңағы білімін жетілдіру, ол ешқашан да зиян емес қой, ешқашан да кеш болмайды. Ол оған да кеңес беретін едім. Біз өзімізді әрқашанда өзіміздің қаржылық сауаттылығымызды, экономика саласы бойынша кез келген жаңа норматив құқықтық актілер өзгеріп жатады, заңдар өзгеріп жатады, соның барлығын оқып біліп отыруымыз керек. Ал сіз өзіңіз жеке қаржылай сауаттымын деп айта аласыз? Енді жеке қаржы, осы Сәтбаев қаласының енді қаржы саласын басқарып отырғаннан кейін енді біршама уақыт өтті қазіргі таңда. Енді бір аса бір профессионалдық деңгейде сауатты болмасам да, енді көзіміз ашық қаржы жағынан. Жақсы, рахмет. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі біздің 90 сөз подкастымыз өз мәресіне жетті. Бүгін бізде қонақта болған қала әкімінің экономика саласы бойынша жауапты орынбасары Ерлан Серікұлы Орманов. Сіздермен бірге болған мен Назерке Сапарбек. Келесі шығарылымды асыға күтеді деген ойдамын. Егер де сұрақтарыңыз болса, осы бейненің астына, осы роликтің астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Сіздердің сұрақтарыңыз міндетті түрде осы студияда біздің келесі спикерімізге қойылатын болады. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.